Сәлем достар. Бүгін түс жоруымыз төсек туралы болмақ. Төсек күнделікті тұрмыс жағдайды көп ойлайтын, бір нәрсеге ниет етіп жүргеніңізді білдіреді. Мәселен, күшті керемет жиһаз, керемет машина, қымбат ыдыс аяқ деген сияқты, және қарыздан құтылуды да білдіреді. Төсек денсаулыққа қатысты екендігін де білуге болады. Мәселен, төсегіңіз ірі, әдемі, сұлу және төсекте жатсаңыз, онда денсаулығыңыз мықты. Ал сынық төсекте жатсаңыз, көп кедергіге тап боласыз. Ішкі өкпе ренішіңізден арылу жолдарын іздеңіз. Өкпе реніш өзгені емес, өзіңізді құлатып жатқанын біліңіз. Төсекте еш жамылғысыз жалаңаш жатсаңыз, ол ауру, дертті, уайымды білдіреді. Немесе жалғыз қалып қалуыңыздың қаупі бар екендігін айтады. Барлығының алдын ал деген сөз. Сондай-ақ төсегіңізде бөтен, сізге жақын емес адамның жатуы да жылдар бойы бір адамның өміріңізге араласып жүргенін, өткен кеткеннен арылып жаңа жолға түс, болмаса қиындыққа тап боласың дегенді білдіреді. Егер төсекті сатып алып, оны үйге кіргізіп жатсаңыз, үйленуге, отбасы бар адам болсаңыз, қоржыныңызға ақша толатын жағдай, мал шаруашылығыңыз болса, оның көбеюін көрсетеді. Төсек ірі, сұлу, көңіліңіз толып оянсаңыз, кез келген өзіңізге жақын кәсіпті бастап кетіңіз. Еш қиындықсыз, жоғары, ойлаған мақсатыңыз ойдағыдан да жоғары болатындығын көрсетеді. Егер төсекті құрастырып жатсаңыз, бар ісіңізге береке қонып, іс оңалады. Өткен кеткен қиындығыңызды ұмытасыз.